Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Кәрібай және де блогингке саяхат онлайн сабақтары. Блогингке мені кім үйретіп жатыр деген сұрақтарыңыз болса, мен қысқаша өзім жайлы айта кетейін. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегімін, магистрымын, және де блог саласында жүргеніме 10 жылдай болып қалды. Блогтық журналистика деген арнайы пәнді оқығанмын, сауатым бар, сол себепті сіздерге бүгін блог жайында өте қызықты мағлұматтар айтамын деген ойдамын. Жалпы қазақ блогосферасы болсын, жалпы әлемдік блогосфера болсын, барлығы бізде 2000 жылдардан бастау алып келе жатыр. 2004 жылдан бастап алғаш рет блог сөзі халықаралық сөздікке енгеннен бастап, біздің елімізде де осы блогосфера дамып, және де қазіргі деңгейге жете бастады. Жалпы сол жылдары барлық адамдар алғаш рет жеке дара, жаңағыдай жеке парақшада өздерінің блогтарын жүргізген болатын. Веб-блог деп аталды ең бас кезінде, яғни оның тікелей аудармасы жеке адамның сайты немесе парақшасы интернеттегі. Кейін келе ол сайттардың барлығы да өзгеріске ұшырады көптеген, және де қазіргі біздің түсінігіміздегі блог сөзі қазіргі деңгейге жетті. Сол жылдары менде осы блогосфераға келдім. 2004-2005 жылдары біздің елімізде алғаш рет блог платформа пайда болды, YouVision.kz деп аталды, және де сол блог платформада барлық белсенді жастар жиналып, арасында әрине көптеген блогерлер, ол журналистер болып саналды сол кездері. Солар жиналып, жалпы өздерінің ойларымен, өздерінің қоғамдағы болып жатқан бір қызықты жағдайларға өздерінің пікірлерін айтумен, солай біздің блогосфера басталды. Және де ең алғашқы рет wordpress.com блог платформасы басталды. Сол жерде көптеген қазақ тілді блогерлердің тарихы басталды десек болады. Қалыптасу кезеңі сол кезде басталды. Қазіргі сіздердің білетін топ қазақ тілді блогерлер, олар Өркен Кенжебек, Эльвира Ергалина болсын, көбісі сол wordpress.com блог платформасында өздерінің жеке дара блог парақшаларын жүргізген болатын. Мен де сол жерде бастап жүргіздім, және де біздің ең алғашқы қазақ тілді блогерлерінің сондай бір кішігірім құрылтайы, кішігірім комьюнитиі пайда болды десек болады. Және де блог құрылтайлар бізде жыл сайын өткізіліп тұрды сол кезден бастап. Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкентте, Қарағандыда, есімнен шықпаса, сонда үлкен-үлкен қалалардың барлық жерінде біздің блогерлер барып, өздерінің блог құрылтайларын жүргізген болатын. Одан кейін әлеуметтік желілердің қарқынды дамуынан бастап, жалпы біздің елде интернет желісінің, интернеттің таралуы жақсарғаннан бастап, біздің блогерлердің де жалпы жұмыстары жақсара бастады десек болады. Және де ол жалпы әлемдік практика, интернет көптеген қалаларда пайда болғаннан бастап, көптеген адамдарда пайда болғаннан бастап, және де біздің мобильді интернетіміз пайда бола бастағаннан бастап, біздің блогерлерде жұмыстарын кәдімгідей белсенді түрде жүргізе бастады. Блог деген ол кәдімгідей бір кәсіби маман ретінде пайда бола бастады. Және де сол кездері 2005-2006 жылдары десек болады, Facebook әлеуметтік желісінің біздің елде өте танымал болғаннан кейін, бүкіл блогерлер сол жеке дара өздерінің блог парақшаларын тастап, барлығы Фейсбукқа қарай көше бастады. Фейсбуктың ол кездері өзгерісі де модификация жасалынды. Ол жерде тек қана өзіңнің профиліңді, өзіңнің суреттеріңді, немесе өзіңнің бір күнделікті ойларыңды емес, кәдімгідей өзіңнің үлкен бір мақалаларыңды да жариялауға болатын болды. Немесе өзіңнің кішігірім бір күнделігің сияқты сен ол жерде үлкен, ұзын текст жазуға мүмкіндік пайда болды. Және де сол кезде бүкіл блогерлер Фейсбукты жаулады, және де артынша Твиттер әлеуметтік желісіне де келе бастады. Твиттер енді қазіргі кезде 2020 жылдың реалиінде өте қатты танымал деп айта алмаймын, бірақ сол жылдары ол кәдімгідей Фейсбукпен қатарлас тұрған әлеуметтік желі болды. Енді сіздердің шатаспауларыңыз үшін блог
жалпы ол жеке дара тұрған парақша болса, ал әлеуметтік желі ол адамның кіретін, яғни бір кәдімгідей шынымен де әлеуметтік желі, ол жерге бүкіл әлеумет кіре алады, және де оның барлығы желі арқылы байланысқан. Сол себепті осы екі түсінікті шатастырып алмаңыздар. Қазірде әрине көпшілігі Фейсбукты және де Инстаграмды өздерінің блог парақшаларының мекені етіп алған. Ал енді қайтадан сол тарихымызға келетін болсақ, Фейсбук ашылды, Фейсбукте барлығы өздерінің парақшаларын жүргізе бастады. Және де сол кезде өте белсенді жүргізген, яғни оны тек қана менің бір онлайн күнделігім, немесе мен бір рет жазам, одан кейін екі айдан кейін бір жазам деген адамдар емес, кәдімгідей Қазақстандағы блог жүйесі, блог саласы дамысын деген атсалысып жүрген сондай адамдар сол өздері блогерлер комьюнити болып қалыптаса бастады. Сол кездері біздің жаңағы айтып өткен New Vision KZ блог платформасы пайда болды, және де көп адам сол жақта жазды, бірақ көбінесе қазақ тілді аудитория ол бәрібірде Фейсбукта қалған болатын. Енді бертін келе қайтадан 3G немесе 4G интернеттің пайда болуымен, біздің мобильді қосымшаларының пайда болуымен бізде Инстаграм пайда болды. Инстаграм желісі алғашқында тек қана фото салу үшін, тек қана қысқа өзіңнің бір текстеріңді, мәтіндеріңді жазу үшін пайда болған. Ал қазір қарасақ, бір 10 жылдың арасында қазірде Инстаграм тіпті Фейсбукты де басып озып, жаңа жеке дара блогтарды да басып озып, қазіргі біздің негізгі блог платформа десек болады. Негізгі біздің блогерлердің шоғырланған негізгі жері. Әрине, егер де видеоны айтатын болсақ, онда 2005 жылы бізде YouTube пайда болды. Білеміз, алғашқы кезінде YouTube жай ғана адамдардың бір-бірімен танысу алаңы болатын. Яғни адам өзін жайлы бір видео жазады, оны сол YouTube-қа жүктейді, солай бір-бірімен танысатын болған. Бірақ қазірде қарап отырсақ, YouTube-та бір өзгеріске ұшырады, модификациядан өтті. Қазіргі YouTube бізде кәдімгідей блогерлердің қомақты түрде ақша табатын, қаржы табатын алаңы. Және де YouTube туралы да біз осы өзіміздің онлайн сабақтарымызда сөйлесетін боламыз. Біріншіден мен сіздерге Инстаграм жайлы айтып беремін. Инстаграмда қалай пост жазу керек екенін, қалай сауатты түрде Инстаграмды жүргізу керек екенін, кәсіби түрде блог жүргізуді, немесе егер де сіздің ойыңыз, мақсатыңыз мүмкін бір бизнестік аккаунт жүргізу шығар, немесе қазіргі таңда осы блогосфераның дамуымен байланысты неше түрлі мамандықтар шығып жатыр. Ол жаңағыдай SMM-ші, таргетші дейміз, копирайтер дейміз, осындай мамандықтарының көпшілігін осы Инстаграмда сіздер қолдана аласыздар. Осылар жайында сөйлесетін боламыз. Және де жалпы Инстаграмды біз қалай сауатты түрде әрлей аламыз, оның безендіруін қалай жүргізе аламыз, визуалын қалай да жөндей аламыз. Осы жайында сіздермен біз өте тереңінен үйренетін боламыз. Және де одан кейін YouTube-ты қолға аламыз. YouTube-та қай жерден біз тақырып таба аламыз, қай жерден біз шабыт таба аламыз деген сияқты тақырыптарды қозғаймыз. YouTube-тағы қазіргі трендтерді айтатын боламыз. Жалпы ол жердегі балалар арнасы өте қазірде кең таралған бір саланың бірі. Балаларыңыз болса, мысалға, балалар каналдарын қалай дамытуға болады, және де үлкен адамдарға түсіретін видеолардың неше түрлі саласы, неше түрлі типтерін жіліктеп сіздерге тереңінен соны түсіндіретін боламын. Жалпы достар, бүгінгі біздің бірінші сабағымыздан сіздердің түйетін ойларыңыз ол қазіргі біздің білетін блогосфера, қазіргі біздің білетін интернеттің жағдайы, ол аспаннан түсе салған бір қазіргі күнгі нәрсе емес, ол 10 жылдай бойы өзгеріске ұшыраған, 10 жылдай бойы бір жақсы шешімдерін тауып жүрген сфералардың бірі. Және де неге осы блогосфераны біз жалпы бір факультеттен, сондай бір академиялық бір жерлерден оқи алмаймыз. Өйткені блогосфера ол жылдан жылға, тіпті айдан айға өзгеріске ұшырап отыратын нәрсе. Және де оны бір оқулықтың шеңберіне салу ол деген қателік болады.
Сол себепті мен сіздерге қазіргі таңда осы жылға өте өзекті болатын трендтерді айтатын боламын. Және де сол трендтерді сіздер қолдану арқылы, жалпы осы тарихты білу арқылы неден бәрі пайда болды. Сондай түсінік пайда болса, сіздерге ертең осы блог жүргізу өте оңайға шығады. Жалпы және де тағы да бір түйетін сіздердің ойларыңыз, егер де сіз блогер боламын десеңіз, ол жай ғана әлеуметтік желілерді қолдану емес. Сол түсініктен кішкене кетсеңіздер болады. Өйткені блог деген ол жалпы шынымен де хобби де болуы мүмкін, және де жалпы кәсіп болуы мүмкін. Қазіргі біздің блогерлерді алатын болсаңыз, тіпті Қазақстанның реалиінде өте жақсы ақша табады, және де тек қана осы блогпен күн көретін адамдар бар. Ол деген сізге бір жағынан өзіңіздің жеке графигіңізді береді. Бір жерге тәуелді болмау, тек қана өзіңнің уақыттың өзіңде, сондай бір өзінің артықшылықтары бар. Және де егер де кәсіби түрде өзің жаныңды салып жұмыс істейтін болсаң, өте жақсы сіздерге пайда алып келетінде кәсіптің бір түрі. Сіздерді біраз болса да кішкене мотивацияладым деп ойлаймын. Блог дегеніміз ол өте қыр-сыры көп, қызықты, қызығы мен шыжығы өте көп, сондай бір өте керемет сала. Сол себепті біздің блогингке саяхатымыз осымен басталды.